Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, ұстаз болу адамның асылдығы дей келе, үздік жас маман 2024 байқауына өз таныстыруымды ұсынамын. Мен Магазова Камила Берікболқызы. 2000 жылы қазан айының 17 жұлдызында Қарағанды облысы Балқаш қаласында дүниеге келдім. 2007-2016 жылдар аралығында Сәкен Сейфуллин атындағы мектеп гимназиясында білім алдым. 2016 жылы Алихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы техникалық колледжіне оқуға түстім. Колледж қабырғасында түрлі шараларға белсене қатыстым. Ұстаз болуға деген талпыныс, мақсат, арман жетелеп осы шаңыраққа келді. Таңдаған мамандығымнан еш жаңылмадым. 2020-2023 жылдар аралығында Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінен білім алып, бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі пәнін мамандығын иелендім. 2023 жылы Қарағанды қаласы Абай атындағы мектеп гимназиясына бастауыш сынып мұғалімі болып жұмысқа қабылдандым. Ұжымым мені алғашқы күннен ақ жылы қарсы алып, білмегенімді үйретіп, мамандығымның жаңа қырынан тануға көп үлес қосуда, әр ісіме көмек беріп, қолдау көрсетуде. Ұрпақ тәрбиесі, ұлт тәрбиесі. Сондықтан мамандыққа деген жауапкершіліктен бөлек, махаббат пен адалдықтың болуы маңызды. Басқаларды үйрете жүріп, біз өзіміз үйренеміз. Назарларыңызға рахмет.